Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Мен ол пойызға мінгенде 17 жасар пәк қыз едім. Мен ауылыма қайтуға пойызға міндім. Билетсіз болғандықтан жолсеріктермен келістім. Олар біз отырған жерде боласыңдар, әйтпесе орын жоқ деді. 3 қыз едік, келістік. Олар отырмады. Кіріп шығып жүрді. Біз де ары-бері дәретханаға өткенде бір топ әскерден қайтқан жігіттер отырды. Ортаңғы вагонда ары-бері тиісіп сөйлеп жүрді. Қасымдағы қыз темекі шегетін. Қасымда жүрші, қарап тұршы, қорқам, деді. Тамбурда темекі шегетін. Әскерден келгендер де келіп бірге шегетін. Мен күтем құрбымды, бірдене істеп қояма деп, кейін орнымызға барып кішкене ұйықтап алайын дедім. Оянсам бір жолсерік бетіме қарап, қарама қарсы отыр. Шошып кеттім. Қашан келгенсіз деп, құрбыларым қайда дедім. Ана жақта жігіттермен танысып отыр деді. Және тағы 2 жолсерік жігіт келіп, әңгіме айт деді. Мен қой, құрбыларымды іздеп келейін деп едім. Нең бар, 30 бәле тілемей деді. Мен шығып кеттім, қорқып құрбыларымды іздедім, еш жерде жоқ. Бір кезде қасыма бір әскерден қайтқан жігіт келді. Мен білем деп апарайын ба, біздікілер мас деді. Ие, тез апаршы деп тіпті уайымдадым. Тамбурға кірсек ешкім жоқ. Қайда қыздар деп едім, көрші вагонда деп құлыптап қойды. Тамбурда содан маған жақындай бастады. Келші, қандай сұлусың деп белімнен құшақтап, мойнымнан сүйіп, қолдарын біресе төсіме, біресе астыма жүгіртіп уқалай бастады. Мен жылап итерсем де шамам жетпей жатыр. Айқайлап темірден ұстап ағам бәрібір естімейді. Алысып жүріп жерге құлағанымды білем. Кейін ол мені қатты жерге жұлқылана басып, темірге тиді ме білмеймін, көзім қап-қара боп, құлағым естімей ары қарай талып қалыппын. Сол жерде ана оңбаған мені зорлаған екен. Кейін дым болмағандай мені көтеріп апарып, купеме кіргізіп, қанша жігіт мені зорлағанын да білмеймін. Есімді жисам, басқа купеде жатырмын. Қасымда құрбыларым қайда болдың, сен іздедік деп отыр. Ал әскер сымақтар орнынан түсіп қалған бәрі. Мен ештеңе білмеймін, тек астым ауырып зорға түстім. Кейін астыма жаралар шығып, гинекологқа барғанымда, қыз емессің, инфекция жұққан, төсек қатынасымен жұғады қауіпті инфекция. Емдемесең болмайды дегенде шок болдым ғой. Сосын емделіп ары қарай өмір сүре бердім. Ары-бері іздестіріп едім, ештеңе таппадым. Аузым аңқиып, досты да таңдамаппын ғой. Әлгі қыздар жатақханадағы қасымдағы 4-ші курс қыздары ғой. Жолсеріктердің бәрі бірдей емес. Олар қайтамаған ескертті, тыныш отырсай деп. Құрбыларың сенімен ісі жоқ. Әр жігітпен жарпылдасып отыр, қайтесің деп, мен сол пойыздаға мінгенге дейін пәк қыз болған едім. Әке-шешеме қарауға бет жоқ. Ауылға көп бармадым. Содан кейін инфекциядан ана 2 қыз емдетті. Бәрін айтқанда, қоя берші, қазір қыздық мода емес деді де түк қиналмай. Күйеуімді кезектіріп бар шындықты айтқанда, сенің кінәң жоқ қой, мен үшін қыздың маңызды емес. Қыз болмадың деп бетіме басқан емес ештеңе. Әлгі құрбысымақтарым байланысты үздім. Ол кезде 17 жасар 1-ші курс едім. Қазір бақыттымын. Күйеуім, ұлдарым бар. Міне, құрметті оқырмандарым, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаң тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.